Сәлем достар, сіздермен Айолдың Марс қызы. Бүгін сіздермен осындай королевский шкатулканы жасайтын боламыз. Қажетті заттармен таныстыра өтейін. Бізге осындай молд керек болады. Одан кейін гипс бізде G16. Одан кейін таза су және одноразовый стакан. Араластыру үшін қасықтар мен таразы қажет болады. Қолымызға перчатка, бетімізге маска. Ең алдымен таразымызды қосып, стаканымызды бірінші 0 қылып аламыз. Одан кейін біз гипсімізді салатын боламыз. Бізге 160 грамм гипс қажет болады. Сіздерде гипс G16 болса, суды 50% аласыздар, ал умный гипс скульптор болатын болса, онда 30% су алатын боласыздар. Жүз 60 грамның 50% бізде 80 болады. Біздер 87 грамм су алатын боламыз. Себебі бізге бұл шкатулканы қою емес, сұйық етіп құю қажет болады. Сондықтан суды асырып алатын боламыз. Шкатулкамызды құюға дайындап, гипсіміз бен суымызды мұқият 3-4 минут араластыратын боламыз. Қалауыңызға қарай сухой пигментті және колерді қоссаңыз болады. Бүгін мен тек ақ шкатулка жасайтын боламын. Ең алдымен шкатулкамыздың төменгі бөлігінен бастайтын боламыз. Гипсіміздің кішкене бөлігін құйып алып, формамыздың жан-жағын соғу арқылы біз көпіршіктерімізді шығаратын боламыз. Осы біздерге формамыздың зубчиктарының түзеу болмауына кедергі болады. Сондықтан видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар, сіздерде көпіршіктер болмайтын болады. Екінші бөлігінде осылай құйып, оны да жаймен соққылайтын боламыз. Бұл бізге гипсті тегістеуге және көпіршіктердің болмауына көмегін тигізеді. Егер формаларыңыздың осындай төменгі бөлігі қисық болатын болса, сіздер одноразовый стаканды осылай кесіп алып, осылай кигізіп қойсаңыздар болады. Мен шкатулкам сәл кепкеннен кейін алып тастайтын боламын. Шкатулкамыздың да үстіңгі бөлігіне бөліп құятын боламыз. Жаймен осылай соққылау арқылы біз көпіршіктерін шығаратын боламыз. Бұл формамыздың бетіне шейін құймайтын боламыз, себебі бетіне шейін құйсаңыздар шкатулкамыз жабылмай қалатын болады. Осындай тек зубчиктен кішкене асқан бөлігіне құятын боласыздар. Осы
осы жерде қыздар енді маңызды сәтке келіп жеттік. Біздер зубчиктеріміз түзеу болу үшін қолымен осылай ішкі жағынан кішкене басатын боламыз. Сол кезде бізде көпіршіктердің барлығы шығып, зубчиктеріміздің барлығы түзеу болатын болады. Шкатулкамызды осылай 50 минутқа қалдыратын боламыз. Арада 50 минут өткеннен соң осылай формамыздан шығаратын боламыз. Шкатулкамыздың төменгі бөлігін формадан шығару өте оңай қыздар, ал жоғарғы бөлігінде тек жоғарғы ұстайтын жерін шығару сәл қиындық тудырады. Сол жерді сіздерге анық көрсететін боламын. Жан жағын қыздар осылай босатып алғаннан кейін жоғарғы бөлігін бір саусағыңызбен басып тұратын боласыздар. Ол саусақты шығарғанға шейін жібермейтін боласыздар. Одан соң басқа саусақтарыңыздың көмегімен, екінші қолыңыздың көмегімен жан жағын осылай босатып алатын боласыздар. Қыздар, соңына дейін сұқ саусағымызды жібермей жоғарғы бөлігін ұстап тұратын боламыз. Тек формадан шыққаннан кейін ғана жіберетін боласыздар. Себебі егер сіздер жіберіп қалсаңыздар, жоғарғы бөлігі бір жанына қарай сынып кетуі мүмкін. Сондықтан мұқият видеодағыдай дәл соңына шейін ұстап тұрыңыздар. Міне осылайша идеальный шкатулкамыз дайын болды. Зубчиктері де тегіс, жоғарғы ұстайтын бөлігі де бар. Ортасында ешқандай ауа қалмаған қыздар. Осылай менімен бірге жасап үйреніп алыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ыдысымыз туралы айтатын болсам қыздар, бұл ыдысты тазалау өте оңай. Оны да қалдырып қоясыздар. Кепкеннен кейін осылай жан жағын түсіріп, мусорға салып жіберетін боласыздар.